Қай заманда өткені белгісіз, Сағат есімді сіңірі шыққан қу кедей болыпты. Ол бірде аштықтан көзі қарайып, бас ауған жаққа қаңғалақтап келе жатыпты. Әбден қалжырап, сәл тынығып алайын деп бір құмайт жерге жантая кетіпті. Жоқшылық ұйықтаса да қыр соңынан қалмаса керек. Түсінде де осы азаптан бас сауғалап, қашып келе жатса, алдынан сақалы белуарына түскен аппақ қудай қария шығады. Жарлының жолын кескестеп: «Оян, өзің жантайған құмайттың оң жағына қарай 10 қадам жүрсең, ескі жертөленің орны бар. Сол арадағы қираған ошақтың астын сынық сүйемдей қазсаң, Сүлеймен саудагердің былғары Сахтияны табылар. Сахтияның аузын ашып жапқан сайын ішінен 1 теңгелік алтын ділдә аласың. Енді қалған өміріңе бұйырған несібе осы. Қанағат қылсаң, қарның тояды», дейді де ғайып болады. Жүрегі алып ұшып, орнынан атып тұрған Сағат ұйықтаған жерінен оңға қарай 10 адым аттайды. Опырылған жертөленің оқпандай орнына кезгеді. Құлаған ошақтың орнын тырналап қазып жатып, 1 ділдә тапсам, тойынып тамақ ішермін, 2 ділдә тапсам, бала-шағамның жүрегін жалғар едім. Егер 3 ділдәға жетсе, әйеліме арнап көйлек сатып алар едім, деп қиялдайды. Шалдың берген аяны айнымай келеді де, айтқан орнынан әмиян табылады. 1 ашса 1 ділдә, 2 ашса 2. Әмиянды 100 ашқанда, үйіліп жатқан ділдәлерді көзімен жиі отырып, хан сарайындай күмбезді үй салуды армандайды. Қарнының ашқанын, балаларын, әйелін де ұмытады. Көзіне тек дүние елестеп, 1000, 100 мың, миллион рет ашамын дегенше, арада 2 апта уақыт өтеді. Дүниеқоңыз сорлының жүрегі үзіліп, бұл дүниемен қош айтысқан деседі.